армысыздар, қадірменді көрермендер. Ұлылық атақта емес, адамдықта демекші. Әр қарапайым адамның өз қадіріне лайық тарихы бар. Бүгін біз сондай тағылымды тарихтың бірімен таныспақпыз. Өзіне сеніммен, табандылықпен жол салған, спорт арқылы ел намысын көтеріп жүрген жерлесіміз. Панфилов ауданы Шарал ауылының тумасы, грек-рим күресінен Париж жазғы Олимпиада ойындарының әлем чемпионатының күміс жүлдегері Демеу Жадыраев. Осы қарапайым адамның үлкен тарихы жайында тікелей өзінен білейік. Адамның тектілігі оның шыққан жерінен, алған тәрбиесінен басталады дейді. Сіз үшін туған ауыл, ауылдағы қарапайым орта, сіздің спортшы ретінде қалыптасуыңызға қандай рухани күш берді? Дұрыс айтасыз, енді біз туып өскен ауылымыз, ол қазіргі Жетісу облысы, Панфилов ауданы Шарал ауылы. Әке-шешеміз үйде 5 баланы тәрбиелеп өсірді. Мен үйдің кенжесімін, және де ол кісілердің бізге берген тәрбиелері шан теңіз. Алғысымды білдіремін. Біреудің алажбен аттама, обал сауап дегенді үйретіп, сондай жоғары тәрбиелерін аямай берді. Және де ары қарай осы спортты жалғастыруыма, спортты таңдауыма да мүмкіндік берді. Әке-шешем спортты таңдағаныма еш қарсылық білдірген жоқ. Және де ағаларым, әпкем бәрі де қолдады спортқа барғаныма. Және де әрбір ауылда спорт деген енді әрбір ауылда тәрбие бағанағыдай жоғары қойылған. Сондай отбасыдан өсіп өндім. Бейсен Құранбек ағамыздың идеалдарының бірі Мериха Өсиба сияқты ірі тұлғаларды, яғни рухани терең тұлғаларды үлгі тұту болатын. Ал сіздің сондай бағыт-бағдар беріп, үлгі алар адамыңыз бар ма? Әрине бар, ол біздің батырымыз, қазақ халқының батыры Бауыржан Момышұлы атамыз. Сол кісінің кітаптарын қолдан келгенше оқуға тырысамыз. Және де ол кісінің қандай қиын кездерде бір жақсы бір тактикалық ойлап қиыншылық кезді жеңген кездері бар. Соғыс кезінде соларды оқып үлгі алып өзімізге. Және де ол кісінің ең бір ұстанатын ол тәртіп. Және де бізде ол спортта болсын, қайда болмасын, ол тәртіпсіз ештеңе болмайды. Сіз бағана кітап деп атап өттіңіз, иә? Біз мектепте оқушылардың ой-өрісін дамытуға арналған Майндбук атты кітап оқитын клуб ашқан болатынбыз. Осындай сіздің өміріңізде де білім мен кітаптың алар орны бар ма? Сізде кітап адамның өмірін өзгертуге, жасөспірімдердің мінезі мен тәрбиесіне қалыптастыруға, яғни әсер тигізеді деп ойлайсыз ба? Дұрыс айтасыз, құтты болсын үйірмелеріңіз. Енді білім бұл кітап, білім бұлағы дейді ғой. Сондықтан да бұл кітапсыз ол кітап оқыған сайын адамның ой-өрісі кеңейді, рухани азық алады кітаптан. Қаншама пайдалы нәрселер үйренеді. Және де сөздік қоры дейді бағана көбейеді адамның кітап оқыған сайын. Қазіргі кезде кітап оқитындар өте аз, және де қазіргі уақыттың аздығына байланысты бірақ қолдан келгенше кітап оқып тұруға тырысамыз. Және кітап оқып тұруға кеңес беремін жас ұрпаққа, жасөспірімдерімізге. Және де бұл білім адамның өмірде алғашқы бірінші кезекте тұратын іс. Білімсіз ештеңе болмайды, білім алу керек. Қай жаста болмасын, ол білімнің ешқандай кештігі жоқ. Сондықтан да білімді мыңды жағады дейді ғой. Сондықтан да білім ол өте маңызды деп ойлаймын. Олимпиада ол адамның, яғни әр спортшының шыңдалатын тұғыры, иә? Сол сапарда сіз үшін ең қиын немесе ең есте қалар қарсыластарыңыз болды ма? Жалпы Олимпиадаға барудың өзі өте қиын, жол өте ауыр. Олимпиадаға іріктеліп, сондай жүзден жүйріктер барады. Сондықтан да менің әрбір қарсыласым өте мықты болды. Әрбір белдесуімді мен білемін, қалай өткенін барлығы есімде қалды, барлығы мен үшін қиын. Бүгін біз қарапайым адамның үлкен тарихымен таныстық. Оның табандылығы, ерік жігері мен еңбегі көптеген жас буынға үлгі.
бірақ тарих әлі де жалғасуда. Әрбір жаңа жетістік, әрбір жаңа қадам осы тарихтың жаңа парағы. Сіздермен болған Алима Еркінқызы. Шынайы үлгі сөзде емес, істе көрінеді.